Honda Odyssey автокөлігі. Бұл көлікке біздер екі процедура жасаған болатынбыз. Ол біріншісі прошивка жасадық. Прошивкада бізде 0420 және 0430 деген катализатордың ошибкасы болды. Қазір катализатордың ошибкасы сөнді. Және де су жаңа 4 датчик оқытып берген болатынбыз Хондаларға. Себебі датчиктерде бұларда бұрын сынып қалған, алып тастаған. Мынандай резинка тұр, енді жаңадан датчикпен барлығы салып, орнатып, сосын экраннан барлығы шығады. Екіншісі біз жаңа прошивка жасаған болатынбыз. Ошибканы сөндіріп, негізде оның алдында прошивка жасамастан бұрын бізде 0420, 0430 деген ошибка болды. Оны енді прошивка жасағаннан кейін, сосын машинаны қыздырып қарағаннан кейін бізде ошибка қазір бар ма, жоқ па қарайық. Ошибка бізде сөнді. Сондықтан хабарласыңдар.